Короче, анекдот қой. Бір жігіт баняға барады ғой. Баняға кіріп, шешініп, пардың есігін ашып баса, ішінде пардың төрде бір мужик отыр дейді, косяк забивать етеді. Анау қасына жаймен келіп, братан, не істеп отырсың деген ғой. Сөйтсе анау, көрмей тұрсың ба? Косяк забивать етіп отырмын, что там желание бар ма деген ғой. Сөйтсе анау, я, братан, көрейік та деген ғой. Өліп барады да, короче, анау ұрғысы келіп тұр да, қурап жүрген біреу ма, короче, екеуі кездесіп қалған да, әдемі кездескен да екеуі. Сөйтіп жаңағы үшін жарады ғой ана мужик. Пардың іші көк түтін. Кәдімгідей енді қайдан тауып алып келген, анау енді бір мощный біреуін жарған ғой. Сөйтіп анау жарған мужик шығып кетіпті. Анау жалғыз өзі сұңқиып, анау бір машинаға ағып кеткен иттер болады ғой, бір жолдың шетінде бүйтіп жатады ғой. Сол кісі мыжылып қалған ғой, бүйтіп бір жерін 2 сағат езіп отыр дейді, бүйтіп түрден түр жоқ. Қасына бір үлкен кісі келіп, балам, сен біраз болды отқаныңа, сен шық, жүрегіңді отырғызасың деген ғой. Я, братан, аха, қазір шығам деп шығып әзер дегенде раздевалкасына барыпты өзінің. Сөйтіп қарап отырса, тура алдында 15 номер шкаф есігі ашық тұр дейді да. Сөйтсе соның шкаф екен, бағанағыншы. Іші пустой екен, киім жоқ. Пол жуатын әпкеге, әпке, мына жерден 15 шкафтан мен киімді кім алып кетті? Менің шкафым ғой, ашық тұр, кім ашқан деген ғой. Сөйтсе, білмеймін балам, қазір ғана біреу шықты, үлгересің, баршы, үлгересің, анау таксистерден сұраш, сыртта таксистер олар бәрін көріп тұрады деген ғой. Сөйтсе, анау тыр жалаңаш, пұтын жауып, банядан шығады ғой. Шығып қалса, короче, бір таксист тұр екен, короче. Сөйтіп таксиге барып, братан, мен киімімді біреу ұрлап кетті. Көрген жоқсың ба? Ешкім қазір ғана шыққан жоқ па деген ғой. Сөйтсе, анау таксист тұрып, қазір ғана біреу шықты, қолына бүйтіп ұстап алған, қызыл аудиге отырып та кетті деген ғой. Сөйтсе, анау қарап тұрып, братан, артынан жүрейікші, қай жақпен кетті? Просто документ бәрі сондай еді, братан. Сояққа барайықшы артынан, іздейікші деген. Енді жалынған ғой, аянышты түрмен. Сөйтсе, оны таксист мейлі, отыр деп жаңағы. Анау как положено отырып алған, таксидің алдына пасат екен да, короче, сөйтіп отырып алған, тыр жалаңаш, короче, әлі анау сабынды ары кетпеген, шампун, бір жақыры езілген, жаңағы пардың ішіне 2 сағат бүйтіп отқан. Сөйтіп ремень тағып алған, как положено, бүйтіп кетіп баратыр дейді. Қаланың арғы басына барады, анаты мына ойшым қаланы 4 сағат аралайды ғой анаушы. Бүйтіп отыр дейді, жаңағы бүйтіп қызыл ауди, сол жаңағы қызыл ауди іздейді, қалада жоқ қызыл ауди. Сөйтіп анау светофорларға тоқтаған кезде автобустар тұрады ғой, сөйтіп автобустарға қарай дейді, автобуста оған ойшым страшный болған ғой, енді анау таксистің надоел шығып кетті. Бауырым, сен ренжіме маған. Мен 4 сағат болды сені қаланың арасында осы ішінде тасып жүргеніме. Сен вообще расчетті ақшаны қалай берейін деп тұрсың деген ғой. Сөйтсе анау тұр дейді, әлі жібермеген ғой жаңаш. Братан, мен көріп тұрсың ғой енді, қалай беремін мен саған? Деген ғой енді, барын айтып тұр да енді. Сөйтеді, ойшын, сөйтіп әңгімелесіп тұрған кезде каким-то образом жаңағы тыр жалаңаш, анау қатып алғанның іші өтеді ғой, прикинь. Не жеген білмеймін, короче, іші өтеді. Айтайды ғой үшін, ит тұрақты айтады ғой, братан дейді ғой, менің ішім өтіп жатыр. Бір жерден тоқташы, жаздың күні екен, шелдек күні шаршаптар, короче. Пожалуйста дейді ғой, ана таксист жаны ашып кеткен анаған. Жүрш дейді да, короче, апарады ғой бір анау, мойнынан осы жерден келетін бір қысқа талдар болады ғой, сондай бір жерге апарады. Ана шыға салады да, короче, жол жөнекей отырып үлгермейді, короче. Кәдімгідей өтіп кеткен екен да, іші анау ішінде дарбыздың дәнектері шығып жатыр, ойшын капец болып жатырған жер. Жаны кіріп отқан ғой, сөйтсе артынан бір дөу, здоровый бір мужик, 45-ші размер екен аяғы, керзі етік киіп алған екен да, жүгіріп кеп жаңағының көтінен бір тебеді ғой, оңаймен анау анандай здоровый адам, 45-ші размер етікпен тебеді ғой. Ананың көзінен искра шығады. Братан дейді ғой, жаны жиналып кетеді ғой, че ойламаған жерден артынан сонда удар тиіп тұрса, сөйтіп, братан, не үшін тияптың десе, мазғайоп, пардың ішінде не үшін түсіп отырсың деп айтады. Жастары көңілді баспады.